Кыскасын айтканда, махаббат маза берме. Жұма күні, точнее жұма кеші. Мен сол кешінде телефоннан видео қарап кофе ішіп отқан болдым. Шынды міне кешке кофе ішіп, негізі просто ішкім келіп кетті, дәм ұнаған соң. Кофе бітіп қалды. Магазинге барып кола сатып алдым. Жоқ, натуре қуам я. Коланың қасын тәтті заттар алмадым. Магазинге ерінбей барып келдім. Сөйтіп сағат 21:00 болды. Ұйықтау керек уже. Осындай кезде неге ұйқым келіп кетеді? Әлі ерте ғой. Мен жаттым, ұйқым келмеді. Точнее ұйықтағым келді, но ұйықтағым келмеді. Короче, түсіндіре алмаймын сендерге. Негізі бекер ішімін жанаған бәрін. Себебі ертең мен өмірімде ең маңызды собеседованияға барамын. Егер де мен содан кеш қалып қойсам, мені жұмысқа қабылдамайды. Ал жұмысқа қабылдамаса өмірімде ең позор моменті болады да, ақша таппай қаламын. Ал ақша таппасам бомж боламын. Не оттай бересің Нұрболат? Смело ұйықташы болды. Тұрасың ертең. Бір кезде маған достарым соғады. Қыдырайық деді көшеге шығып. Жоқ, шыға алмаймын мен. Дегім келді. Бірақ мен иә дедім де көшеде солармен бірге жүрдім. Бұның бәрі әрине қызық болды, бірақ мен шаршадым. Ақыры келдім үйге. Сотқа шығып оттым. Әттең сағат түнгі 1:30 болды ғой. Мен төсекке жаттым. 5 минут көзімді жұмып жата тұрдым. Ұйықтай алмадым. Сосын тағы да телефон шықып жаттым. TikTok қарап. 30 минут өтті. Қой мынау жетеді деп ұйықтайын деп едім. Тағы да көзімді жұмдым. 5 минут, 10 минут, 30 минут, 1,5 сағат бойы мен ұйықтай алмай жаттым. Ё-моё, не болып кетті. Ұйқы безім нашарланып кетті дейсің. ютубтан қарадым не істеуге болатынын. Ыстық немесе жылы душқа түсу керек деген. Мен душқа түстім. Бірақ су резко салқындап кетті. Бәле. Тондым ғой, ё-моё. Сол тоңғаннан ұйқым одан сайын ашылып кеткенін қарашы. Әрі қарай не істеу керек екенін қарадым. Кітап оқу керек дейді. Кітап алдым, оқып оттым. Натуре ұйқым келіп кетті. Бірақ кітапты аяқтамадым ғой. Қызық жеріне енді келіп жатсам, оқып бітірдім. Кейін музыка тыңдау керек деген. Наушникпен музыка тыңдап жаттым. Че-то ұйықтап қалайын деп жатқан сияқтымын ғой. Вау, наконец-то. Рахатнай. Неменеге осы қосылып кетті? Қайда жүр ол менің плейлистімде? Шайтан, шошып кеттім ғой. Жын кетіп тұрғаннай. Лучше шум қосып қояйыншы дедім. Бірақ наушник кимеймін ау. Құлақ ауырып кетті че-то. Мен ұйықтап қалайын деп тұрғанда маған бір досым соғады. Бір маңызды зат айтатын шығар десем, Супермен неге қызылдан бал кетті деген сұрақ қойған. Түнгі сұрақтармен құрып кетші мал дедім. Мә одан сайын мені жындандырды. Басқа амал қалмадым мен. Ұйықтататын дәрі ішуім керек. Соны іштім, басқа не істеймін? Содан соң ұйықтап қалдым. Таңертең ерте тұрдым. Мәссаған, көңіл күйім өте керемет бар ғой. Өзіме кофе жасадым. Кофе ішейін десем бір түсініксіз жазулар тұрды. Бір қарап қалсам мен уже бөлмемде емес, басқа жердемін. Артына біреу қуды. Ё-моё, мынау қорқынышты болды енді. Мен қаша алмадым, себебі жай жүгірдім. Бір кезде оянып кеттім. Сағатқа қарасам кешкі 6 болды. Ал керек болса. Жұмыстың басшысы маған 3 рет соққан. Мен собеседованиеден қалып қойдым. Қысқасын айтқанда, ұйқым келмейді.